Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай жасалатын пирогтың рецептін көрсетемін. Алдымен бізге қажетті заттар: қант, какао ұнтағы, сары май, қопсытқыш, ваниль, сүт, жұмыртқа және ұн қажет. Ең алдымен осылай жұмыртқамызды ыдысқа салып аламыз. Содан соң қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қант ерігенге дейін 4-5 минуттай шамамен араластырамыз. Сары майды ерітіп, суығаннан кейін қосамыз. Сүт қосамыз. Тағы да 3-4 минут араластырып болғаннан соң ұн қосамыз. Пирогқа қажетті ингредиенттің өлшемдерін төменгі жақта описаниеден қарап алсаңыздар болады. Ұнды қосып болғаннан кейін үстінен қопсытқыш және де кішкене ғана мөлшерде ваниль қосамыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толықтай бір келкетіп араластырып болғаннан кейін сместі 2 бөлікке бөлеміз. Екінші бөлігіне осылай какао ұнтағын қосамыз. Енді осы пирогымызды пісіріп алатын формамыздың ішін майлап шығамыз. Сұйық маймен немесе осылай маргаринмен, яғни сары маймен майлап алсаңыздар болады. Енді көріп тұрғандарыңыздай алдымен ақ сместі, содан соң какао қосылған шоколадты бөлігін саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Естеріңізде болсын, пирог пісіп болғаннан соң толық суығанша қойып қойыңыздар. Толық суығаннан соң ғана осылай формасынан шешіп алсаңыздар болады. Біздің пирогымыз осылай болып шықты. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.